Халықтың бірлігі және жүйелі реформалар еліміздің гүлденуінің берік негізі. Президенттің жолдауы. Онда еліміздің қоғамдық саяси өмірінің модернизациясына жаңартылған бағыт салынған. Мұны қала активі талқылады. Президент жолдауын қалалық актив онлайн режимде талқылады. Риддер әкімімен бейне байланысқа мемлекеттік мекемелердің, мектептердің, кітапханалардың, мәдениет сарайының және өзге ұйымдардың қызметкерлері шықты. Дмитрий Горьковой жолдаудың бірінші постпандемиялық кезеңдегі экономикалық даму блогының мақсаттарына толық тоқталды. Күллі әлемдегідей, елдегідей қаламыз пандемия салдарын өткеруде. Соған қарамастан, Риддерде мемлекеттік және әлеуметтік бағдарламалар белсенді қолданылуда. Бизнестің жол картасы 2020, өнімді жұмысқа тұру мен жаппай кәсіпкерлікті дамытудың еңбек бағдарламасы, қарапайым заттардың экономикасы, жұмысқа тұру жол картасы. Осы бағдарламалар Риддерде сәтті жүзеге асырылуда. Президент қарапайым заттардың экономикасы және бизнестің жол картасы бағдарламасының әрекетін 2020 жылға ұзартуға шешім қабылдады. Бұл жер-жерде бизнесті дамыту үшін жақсы ынталандыру деп ескерді Дмитрий Горьковой. Кәсіпкерлік бөліміне Атамекен кәсіпкерлік палатасымен бірлесіп, мемлекеттік қолдау шаралары жөніндегі түсіндіру жұмысын белсендетуді тапсырды. Президенттің Қазақстан халқына жолдауын талқылау барысында қала басшысы қаладағы экономикалық жағдайға қысқаша тоқталды. Көп цифрлар айтылды. Соның ішінде Риддердегі орташа айлық еңбек ақысының көлемі де. Бірінші жарты жылдықта 253 мың теңгені құрады. Финансовые инвестиции в основном капитал. Негізгі капиталға қаржы және инвестициялар. Ағымдағы жылдың қаңтар маусымында орташа айлық еңбек ақының көлемі 253.371 теңгені, немесе 118,2% құрады. 2020 жылдың осы кезеңіне. Негізгі капиталға инвестициялар салымы 44,440 миллиард теңгені құрады. 2020 жылдың дәл осы кезеңінде 37 миллиард 546 миллион теңге құраған, яғни 6 миллиард 894 миллион теңгеге, немесе 18,4%-ға артқан. Физикалық көлемнің индексі 114,2%. Президент жолдауының екінші блогы деп денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыруға қатысты болды. Қасым-Жомарт Тоқаев ескергендей, коронавирус денсаулық сақтау жүйесі үшін маңызды сынаққа айналды. Пандемия әлі кері шегерілген жоқ. Өкінішке орай күнделікті қала тұрғындары мен қонақтары ауырып жатыр деп дәйек келтірді Риддер әкімі. Пандемияның бірінші толқынын ескеріп, қала билігі жағдайдың нашарлауына неғұрлым көбірек дайындалуға тырысты деп ескерді Дмитрий Горьковой. Закуплены аппараты ИВЛ и необходимая медицинская техника. Өкпенің жасанды демалу аппараттары мен қажетті медициналық техника сатып алынды. Ауыл тұрғындарына медициналық жәрдемнің қолжетімділігі мен сапасын қамту мақсатында 156,7 миллион сомасына жылжымалы медициналық кешен алынды. Ол Қазақстан Республикасы үкіметі резервінің есебінен мекемелерді жабдықтау үшін сатып алынды. Облыс әкімі Даниал Кенжетайұлының қолдауымен 5 жедел жәрдем автокөліктері сатып алынды. Сонымен қоса, облыс әкімдігінің қолдауымен қалада денсаулық сақтаудың тиімділігін арттыру мақсатында қалада 140 төсекке аурухана кешені мен 500 келімге емхананың құрылысы жоспарланған. Болжамды құны 11,118 миллион теңге 2022-2024 жылдарға. Қазіргі таңда жобаның жобалық сметалық құжаттамасы дайындалуда. Қалада тұрғындарды вакцинациялау жұмысы белсенді жүруде. Барлығы 58,616 вакцина дозасы түскен. Соның ішінде бірінші компонент 31,294 доза, екінші компонент 27,322 доза. Қазіргі таңда бірінші компонентпен 25,541 адам, екіншісімен 27,322 адам екпе алған. Олардың вакцинация төл құжаттары бар. Бүгіндері қалада 3 вакцина бар. Спутник вакцинасы белсендендірілген. Синофарм вакцинасы елімізде қолдануға тіркелген 6-шы және Казвак бірінші және екінші компоненттері. Көптеген қауіпті аурулар вакцинадан кейін тоқталатынын ұмытпауымыз керек. Қалалық актив елбасы жолдауының 3-ші блогын да талқылады. Сапалы білімді. Президенттің тапсырмасымен жыл басынан педагогикалық қызметкерлердің еңбек ақылары 25%-ға артқан. Келесі жылы еңбек ақы өсімі жалғасады. Онан тыс, Тоқаев талантты, халықаралық және пән олимпиадаларының жеңімпаздары болған оқушылары гранттармен және сыйақылармен қолдауды тапсырды.
Бұл орайда Риддер әкімі білім бөліміне оқушыларды қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі олимпиадаларға қатыстыруды белсендетуді тапсырды. Және қаладағы білім жүйесін дамытудың басты мезеттеріне де тоқталды. Биыл біз тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтеміз. Бұл біздің ең жоғарғы құндылығымыз, деді жолдауда президент Тоқаев. Тоқаев ескере кетті. Тұңғыш президент Қазақстанның елбасының қырағы саясатының арқасында еліміз айтарлықтай жетістіктерге жетіп, күллі әлемге танылған. Біз үшін маңыздысы әр азаматтың тәуелсіздіктің жемісін сезінуі. Олардың ең бастысы бейбіт өмір, қоғамдық келісім, халықтың әл-ауқатын жақсарту, жастардың келешекте сенімдері. Риддер әкімі Дмитрий Горьковой елбасы қойған мақсаттарды жүзеге асыру қала экономикасының тұрақты дамуына, қалалықтардың әл-ауқатын арттыруға, тұрғындардың жайлы өмірлеріне жағдай жасауға мүмкіндік береді деп ескерді.